Армысыздар, құрметті пайдаланушылар. Жүгін арда қазаны теңде болып көшпелі ғұмыр кешкен қазақ халқы асты өте жоғары бағалап, қастерлей білген. Халқымыз адам өмірінде тамақты тіршілікке қажетті құндылықтардың бәрінен де жоғары қойған. Астан үлкен емес. Ерді қорласаң састырар, асты қорласаң құстырар деген секілді ескертпе сөздер, мақал-мәтелдер осының дәлелі. Тоңазытқышы жоқ заманның өзінде ірі қараның етін бұзбай сақтау. Жаздың күндері малдың сүтін ашытып алмай, сан түрлі тағамдар жасау халқымыздың кемеңгерлігін көрсетсе керек. Иә, ғасырлар бойы жасап, әзірлеу әдістерін қапысыз жетілдірумен болған ұлттық тағам түрлері ұлттық мәдениетіміздің бөлінбес бір саласы. Қазақтың ұлттық тағамы дегенде ет, бауырсақ, құртмай, тары талқан мен ұлыстың ұлы күні, наурыз мерекесінде әзірленетін наурыз көжені айтамыз. Бұдан өзге де күнделікті өмірде жиі тұтынатын керемет тағам түрлері жетерлік. Казахская национальная кухня в полной мере отражает суть народа, его историю, культуру и традиции, так как гостеприимство с давних времен было отличительной чертой казахского народа. Гостям в доме всегда оказывается должный прием и отводится почетное место. В первую очередь гостю подавали кумыс, шубат или айран, затем чай с молоком или сливками, баурсаками, изюмом, иремшиком, туртом. Затем следовали закуски из конины или баранины, козы, шужук, жал, жая, сурьет, карта, кабырга. На любом столе обязательно были лепешки из пшеничной муки. Украшением любого дастархана и наиболее излюбленным блюдом у казахского народа считается мясо. Испокон веков казахский народ среди всех своих жизненных ценностей особое место отводил пище. В казахскую национальную еду вложена душа народа. О священном гостеприимстве, ритуалах угощений, видах блюд, способах их приготовления, а также кухонном этикете можно найти в книгах, представленных в этом видео.